Ассалаумағалейкум достар. Астана қаласындағы Достық көшесінде орналасқан Каспий банк бөлімшесіне қарулы ер азамат кіріп, бірнеше адамды тұтқындап алған, есікті ішінен құлыптап алыпты. Қазір полицейлер адамдарды ол маңайға жолатпай тұр. Міне өздеріңіз байқап тұрғандай, қызыл лентамен қоршап тастаған, көліктерді мына жерден ары қарай өткізбейді. Қазір полицейлер оқиға орнында жұмыс істеп жатыр. Қазір полицейлер міне банктың жанында әлгі күдіктімен келіссөздер жүргізіп жатыр екен. Бізді журналистерді мына қызыл лентадан ары жолатпауда. Арнайы жасақ мамандары да келіп, қазір мына лентаны жағалай барлығы қоршап тұр. Банктың қасына бірде-бір адамды жолатпай жатыр. Ана көзіміз шалып қалды, мына керуен сауда үйінің жоғары жағында адамдарды көріп қалдық. Енді өзім снайпер деп топшылап отырмын. Оқиғаның барлығы анау Каспий банк пен ВТБ банктың дәл алдында болып жатыр. Вот, момент задержания выводят сразу несколько сотрудников. Можно сказать, что спецоперация завершена, заложница освобождена, захватчик задержан. Сонымен достар, күдікті ұсталды. Оны алып кетті ғой деймін. Қазір енді тұрғындар бар әйтеу. Осы үйдің тұрғындары шығар, журналистер бар. Барлығымыз оқиға болған жерге қарай бара жатырмыз. Жүгіріп барып, сол қызды қолынан жұлып алып, өзінің денесімен жауып, жаңағы содан кейін қалғандар біздің шұғыл қызметкерлер кіріп, жаңағы өзін құрықтады. Оны енді бәрін тергеу амалдары көрсетеді. Сондықтан сабырлық сақтауды сұраймын. Осындай жалған ақпарат таратпай, осы бүгінгі таңда мынау біздің тергеушілер осмотр жасап жатыр. Қылмыскер жайында ақпарат бар ма? Енді оны қазір мынау қазір істі жүргізейік, сосын айтамыз, бәрін толық ақпарат береміз. Вы только что сказали, что закон, требования незаконно, а что конкретно? Ну, разные были требования, у него разные требования. То одни требования, то другие требования. Какие именно? Можете озвучить хотя бы? Вы же вели переговоры, как говорится, сами. Нет, я заходил с ним, переговорил. Он там просил перевести на определенные счета деньги, помочь своим родным, близким. Но это все будет в ходе следствия, будет выяснено. Мы подключали переговорам даже его родственников, чтобы с ним переговорили, но он не пошел на их требования, поэтому пришлось провести силовую операцию. Вы будете рекомендовать банку какие-то дополнительные меры безопасности? По крайней мере, чтобы в воскресенье может не работать, может что-то пересмотреть? Конечно, это будет. Все будет учтено. В ходе расследования будут выяснены те причины, которые способствовали сегодняшнему инциденту. И, конечно, всем банкам будет выдано представление, рекомендации по устранению тех нарушений, которые способствуют, чтобы не было повторного таких инцидентов. Все, Скажите спасибо на русском, большое. пожалуйста, как вы обезвредили его? Ну, я не буду раскрывать, был проведен штурм, силовая операция, применены